Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жанындағы қоғамдық кеңеске жаңа мүшелер қабылданды. Олар әр сала мамандары мен қоғам белсенділері, үкіметтік емес ұйым өкілдері. Сондай-ақ Ішкі істер министрлігі қызметкерлері де бар. Қоғамдық кеңес төрағасы болып талап қолданбалы зерттеулер орталығы қоры президенті Рақым Ошақбаев сайланды. Президиум құрамы мен кеңес хатшысы бекітілді. Қазақстан Республикасы қоғамдық кеңес туралы заңына өзгерістер енгізілгеннен кейінгі бірінші отырыс пікір таласқа толы болды. Мақсат айқындалды. Халықтың үнін тыңдай еститін мемлекет болған кезде біз әрбір саладан, әрбір деден халықтың үнін тыңдап, соны іске асыру мақсатында жұмыс істейді деп өзім сенем. Бүгінгі осы келіп отырған қоғамдық кеңестің мүшелері үлкен бізде енді реформа деп айтуға өте дұрыс емес шығар. Енді біз қазір халық реформадан енді шаршап отыр ғой. Қазір бұлай өзгерістер керек, жаңа қарым-қатынастар, халықтың деген полицияға сенім керек болып отыр. Қоғамдық кеңес министрлік пен бұқара арасындағы алтын көпір, ішкі істер саласындағы мәселелерді талқылау алаңы, халықтың мұң-мұқтажын тікелей жеткізуші механизм. Кеңес мүшелері 3 жылға бекітілді. Осы аралықта олар кеңес жұмысын ұйымдастыруға, арыз-шағымдарға сараптама жасауға, ведомство жұмысын жандандыруға өз үлестерін қосатын болады. Ішкі істер министрлігінің бүгінгі бастамасы бұл қолдайтын жағдай. Себебі бүгінгі жаңа форматтың үлгісін бізге ұсынып отыр. Ашықтықты ұсынып отыр, сондықтан біз бұны қолдауымыз керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, ішкі істер министрі айтып кетті, жалпы бұл біздің жұмысымыздың басым бағыты арыз-шағымдардың жағдайын білу. Арыз-шағымдарды біз зерделеп арқылы халықтың көңіл күйі, қай жерде күрделенген мәселелері бар, мұны осыны байқаймыз. Кезекті мансап, болмаса кезекті марапат деп емес, бұл бір халықпен тікелей жұмыс істейтін орган ретінде сіздердікі. Халықтың қызығында, шыжығында бірге бөлісетін орган ретінде осы ішкі істер министрлігін халықтың қорғанына айландыруға, халықтың сенім артатын бір мынау айтып отырмыз ғой, сервисін деп. Ол енді бір қазақшаға аударсақ, елмен бірге болу керек қой. Осы елінің сөзін сөйлейтін органға айналдыруға атсалысуға тырысамын. Кеңестің бірінші отырысында қоғаммен жұмыс істеу туралы комиссия құру, өңірлерге барып қоғамды тыңдау жұмыстарын жүргізу жоспары талқыланды. Келесі отырыста кеңес мүшелерінің ұсыныстары түгел қаралып, жылдық жоспар нақтыланады. Бірлескен жұмыстың жауапкершілігін бірге көтеруге ведомство басшысы дайын екенін айтып, сәттілік тіледі. Халыққа жақын болып, бір қоғам болып, бір ел болып қызмет жасауымыз керек. Сондай көзқараспен жұмыс істесек, сонда сенімді болады, сонда абыройды болады, сонда беделді болады деп ойлаймын.